Баршаңызға қайырлы күн. Айт мерекесіне орай осындай үлпілдек булочка жасағыларыңыз келсе, өте оңай жолы бір жасағаннан шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ағы. Сарысын біз бөлек алып қаламыз, яғни булочканың бетіне жағуға. 50 грамм қант. Жақсылап араластырамыз. Шай қасық тұз, 50 грамм май. Яғни мен бұл жерде растительный майды алдым. Және 250 грамм сүт, жылы сүт болу керек. 1,5 шай қасық тұрыш. Және 550 грамм ұнымызды, яғни үстіп бөліп араластырамыз. Жақсылап илеп, қолға жабыспайтын қамыр дайындап аламыз. Және қамырды, яғни мен 2-3 рет қайтарамын. Сол кезде жақсы көтерілетін болады. Яғни көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Кез келген өзіңізге ұнаған формада булочка жасасаңыз болады. Маған осы форма ұнайды, өйткені оқтауды ештеңені пайдаланбай, тек қана қолмен дастарханға қойғанға өте әдемі болады. Және де бетін жауып 1,5 сағатқа қойып қоямын. Көтеріледі ол. Жұмыртқаның сарысына, яғни кішкене су құйып, булочкамыздың барлық шетіне жағып шығамыз. Яғни көтеріліп болғаннан кейін жағамыз оны. Қалауларыңызша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Яғни осы рецепт бойынша менде 9 штук булочка шықты. Яғни сіздерге көп керек болса, 2 есе көбейтсеңіздер болады. Міне біздің булочкамыз дайын, өте дәмді және өте оңай. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта піседі. Ас болсын, жасап көріңіздер.